Баршаңызға қайырлы күн. Менің құрметті көрермендерім, міне бүгін сіздерге көріп тұрғандай осы үй жағдайында сосиски тесттің қалай жұмсақ болатынын сіздерменен рецептімен бөлісіп көрсететін боламын. Алдымен бізге керекті 135 грамм жылы сүтімізге илейтін боламыз. Сосын майымызды, сұйық май керек, бұл жерде 25 граммдай, және де кішкене 15 граммдай секер саламыз, кішкене шым-шым тұз саламыз, 50 граммдай сметана салдым, және де дрожжымыздан бір 12 граммдай салып жібердім. Енді 130 граммдай жылы суымызды құямыз да барлығын толық араластырамыз. Рецептісін барлығын төменге описанияға жазып кететін боламын. Міндетті түрде осы менің рецептіме жасап көріңіздер. Және 520 граммдай бізге ұнымыз керек. Енді қамырымыз жақсылап қанғанша жақсылап илейтін боламыз. Ал қыздар, мінекей қамырымызды толық иледім. Енді 1 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қоятын боламыз. Міне қамырымызда өз көтеріліп, уже дайын болды. Енді осы қамырымызды кішкене майлап жіберіп, керекті бөлшектерге бөліп алатын боламын. Ал қыздар, мінекей толық қамырымызды бөлшекке бөліп, енді бетін кішкене 10 минутқа жауып қоятын боламыз, кішкене көтеріледі. Сонан соң барып, енді сосискіміздің сыртына пленкасынан ажыратып алып, сосискімізге қамырымызды орайтын боламын. Бұл жерде мен енді әркім әрқалай жасайды, қамырды жайып жіберіп, пышақпенен кесіп орайды біреулер, ал мен осылай лагман тәріздес етіп созып аламын қамырымды, және де сосискімді сыртынан осылай орап жасаймын. Сонда тестіміз де жаңағы сосискімізде формасы әдемі болып шығады. Осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, мінекей көріп тұрғандай барлығын түгел сосискіміздің сыртына орадық. Енді мен алдын ала духовкамды 50 градусқа жылытып қойдым да, енді соның ішіне 10 минуттай салып алдым. Міне көтерілді. 10 минуттың ішінде енді осының бетіне жұмыртқа жағып, күнжітімізді или магымызды сеуіп, 180 градуста 25-30 минутта пісетін болады. Әркімнің духовкасы әртүрлі. Осылай жасаңыздар. Егер де қыздар осы менің
видеом сіздерге жаңағы рецептісі ұнаған болса және пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп және видеоларыма лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видео рецептерде сіздермен жаңағы жолыққанша сау, аман болыңыздар. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, балдарыңызға ұнайды деген үміттемін. Рахмет, барлықтарыңызға ас болсын.